Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бүгінгі тақырыбымыз бізде салмақтың артуына немесе кемуіне қандай гормондар әсер етеді. Бірінші, бізде мынау қалқанша безінде өндірілетін ТТГ дейміз, Т3 дейміз, Т4 дейміз, антитипо дейміз, міне осы гормондар бірден бір әсер етеді. Неге? Біздің мына қалқанша безіміз ол метаболизмге қатысады. Метаболизм ол зат алмасу дейміз. Егер де бізде салмағымыз, егер де сіздің салмағыңыз артып кетсе, не болмаса кеміп кетсе, бірінші сіз осы қалқанша безін тексеріп бастауыңыз керек. Өйткені қалқанша безде проблема болатын болса, егер де сіз қатты толып кететін болсаңыз, мейлі сіз 10 күн жүгірсеңіз де, 10 күн ашықсаңыз да, керекті салмағыңызға түсе алмауыңыз мүмкін. Неге? Өйткені бізде қалқанша без зат алмасу процесіне қатысады. Зат алмасу процесі бұзылса, бізде мынау лимфа жүйелерінде өзгеріске ұшырайды. Қан айналым процесі нашарлайды, қан айналу жүйесі құртылады. Қаншама сіз дәрумендер ішкенмен де, қаншама дұрыс тамақтанғанмен де, ол зат алмасу процесін біз мына қалқанша безін реттемей орнына қоя алмаймыз. Бұл біріншіден қалқанша безінің гормондары. Екіншіден бізде тағы да бір өте маңызды гормонның бірі ол инсулин. Инсулин бізде ол ұйқы безінде бөлінетін, өндірілетін гормон. Егер де бізде сол инсулин гормонын да біз біріншіден тексеруіміз керек. Егер де сіздің салмағыңыз жоғарылап кетті, немесе арықтап кеттіңіз, значит сізде зат алмасу процесі бұзылып жатыр, қалқанша безінде өзгеріс болып жатыр, сонымен қатар ұйқы безінде өзгеріс болып жатыр. Сол себепті біз екіншіден ұйқы безін тексеруіміз керек, именно соның үшін инсулин гормонын тексеруіміз керек. Үшіншіден тағы да бізге осы өзінің бір қандай да бір әсерін тигізетін жыныс ағзаларының гормондары, тестостерон жоғарылап кетуі мүмкін, эстроген жоғарылап кетуі мүмкін. Сонымен қатар төртіншіден бізде кортизол гормоны. Көп жағдайда біз кортизолды гормон стресса дейміз. Стресстік кезде ол көптеп өндіріліп бастайды. Міне қыздар, егер де сіздер салмақтарыңыз жоғарылап кетті, не болмаса арықтап кеттіңіздер, не болып жатқанын білуіңіз үшін біріншіден қалқанша безін тексеруіңіз керек, екіншіден ұйқы безін тексеруіңіз керек, үшіншіден жыныс ағзаларының гормондарын тексеруіңіз керек, және төртіншіден кортизол гормонын тексеруіңіз керек. Міне, егер де сол жерде қандай да бір өзгерістер болатын болса, сіз біріншіден эндокринолог маманына баруыңыз керек. Мысалға, көп қыздарымызда ер азамат сияқты толып бастайды, жоғары жағы кең иықты болып, беттеріне безеулер шығып, дауысы өзгеріп, қанша нәрсе жасағысы келеді, бірақ азамайды, іші бұндай пивной живот дейміз ғой, мынау үлкен болып, бір май емес, именно мұнда үлкен болып, қарны ісініп толып кетеді. Міне осындай жағдайлар сізде орын алатын болса, міндетті түрде тестостерон гормонын, эстроген гормондарын тексеруіңіз керек. Міне қыздар, біз барлығымыз, ағзамыздың барлығы біз гормондар өте маңызды орын алады. Сол себепті гормондарды орнына қою үшін, гормондарды реттеу үшін сіз бірден бір эндокринолог маманына жүгінуіңіз керек. Әр ағза бізде индивидуалды түрде. Мысалға, мен қазір отырып алып, инсулин гормонын төмендету үшін мынаны ішіңіз деп, сондай деп айтқанмен де, ол әр препараттардың, әр өнімдердің арнайы индивидуалды түрде дозасы тағайындалады. Сол себепті қыздар, егер де сіздің дене салмағыңызда өзгерістер болып жатса, бірақ сіз соны орнына келтіре алмай жатсаңыз, міндетті түрде бірінші эндокринолог маманына барасыз. Эндокринолог маман сізге керекті гормондарды береді, сол гормондарды қалпына келтіру үшін арнайы препараттар тағайындайды сізге. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.